Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен әдеттегідей Нурик. Бүгінгі видеода мен сендерге қалай уровеньді тез көтеру жайлы айтатын боламын. Егер сен новичок болсаң, бұл видеоны до конца қара, себебі бұл саған уровеньді 10-шы уровень үшін апать етуге көмектесетін болады. Арнаға тіркеліп лайк басуды міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Ал мен көп созбай бастайын. Біріншіден бізде айтып кететін зат бұл уровеньді көтерген кезде серверлерде 2x болған кезде сіздерді уровеньдеріңізді көтеру шансы жоғарылайды, яғни уровень 2x-та сіздер 2 сағат ойында ойнайтын болсаңыздар, енді ойынды бастадыңыздар, мысалға сіздер ең бірінші істеу керек зат бұл Ляля Михайловичтің заданияларын орындау керек болады. Яғни ол Ляля Михайловичтің заданиясын орындамасаң, ол кетпейді, ешқашан солай тұра береді. Сол Ляля Михайловичтің заданиясын орындап, уровеньдарыңызды, екінші немесе үшінші уровеньға шейін апать етіп алуға болады. Одан бөлек квест дейтін зат бар, сол арқылы сол квесттағы заттардың бәрін орындап, яғни заданиялардың бәрін орындап, уровеньдарыңызды 4-ке өткізіп аласыздар. В общем, солай 4-ке өткізгеннен кейін бізде не ашылатын болады, яғни күнделікті приздан сіздерге не беретін болады, бомжа кейс, яғни ойында 2 сағат отырған сайын бомжа кейс беріп отырады. Енді күн аралықтан сол бомжа кейстен если сіздерге 12 немесе 16 XP түсетін болса, сіздер сол 4-тен 5 или 6-шы уровеньға шейін сразу өтіп кетесіздер. Бұл заданиялардың если бәрін Ляля Михайловичтен осы нелердің бәрін орындағаннан кейін, яғни квесттардың бәрін орындап болсаңыздар, сіздер телефондарыңызды осы ойындағы игрокты РПП соңға қоюға болады. Ол былай жұмыс жасайды. Сендер бүйтесіңдер, бірінші любой ларяктан өздеріне полный адамдарыңды тойдыртып аласыңдар. Осы примерно айтайын мен, ойын уақытымен не істейсіңдер, в общем, 23:00-де 23:00-ден бастап 7:00-ге шейін, яғни ол былайғашан уақытымен, ал біздің уақытымызбен ол 2 сағат алға болады. Осылай сендер осы істеген сайын, яғни ол қанша сағат жүреді, примерно есептеп көрейік. В общем, примерно бір 9 сағаттай РПП соңға қоятын болсаңыздар, сіздердің уровеньдарыңыз примерно таңға бір күн өткеннен кейін барып, сіздердің сіздерге примерно 18 XP-дай беру керек, или 9 береді. В общем, осылай сіздер уровеньдарыңызды 10-ға шейін апать етуге болады жалпы бір күннің ішінде. Бұл ешқандай өтірік емес, если сендер бір любой аккаунт ашып, соны сөйтіп көтеріп алсаңдар болады. Жақында 90-шы сервер ашылады, сол 90-шы серверге өтетіндер болса, комментарияға мен өтем деген сияқты жазып кетіңіздер, және видеоға лайк басып, арнама тіркелуді міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. В общем, жалпы видеоға идея вообще таппай жатырмын, яғни видеолардың көбі қысқа болып жатыр. Алдағы уақытта видеоларымды барынша 10 минуттан жоғары немесе 8 минуттан жоғары қылайын деп шештім. Ол жаңа серверде болады, яғни 90 сервер. В общем, алдыңғы видеодағы активқа барынша рахметімді айтамын, өйткені ол видеоға прям активтарыңызды көрсетіп кетіпсіздер. В общем, осы сендерге барынша рахмет айтамын. Ал сендермен болған мен Нурик. Пока-пока, чао.